Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып People's Book кітабындағы 114 және 115 беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Бірінші біздің орындайтын тапсырмамыз exercise number 15, listen point and repeat the number. 15-ші жаттығу, тыңдаймыз, қайталаймыз жаңа сөздерді және нөмерлейміз, яғни сөздер жазу тұр, солар қай суретпен сәйкес келетін нөмерін дұрыс қоюымыз қажет. Бірінші жаңа сөздерді үйреніп алайық. Eat an ice cream. Eat an ice cream, балмұздақ жеу. Ол бізде 5-ші суретте тұр оқушылар. Келесі sleep, 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 ұйықтау. Ол бізде 2-ші суретте тұр. Келесі listen to music, listen to music, listen to music, музыка, яғни әуен тыңдау. Келесі watch TV, watch TV, watch TV, теледидар қарау. Келесі tidy my room, tidy my room, менің бөлмемді тазалау, яғни бөлме тазалау деген. The next drink milk, drink milk, drink milk, сүт ішу. Келесі pick flowers, pick flowers, гүлдерді жинау, яғни гүл жинау, pick flowers деген. The next exercise number 16, talk with your friend. 16-шы жаттығу, досыңмен сөйлес деген. Яғни досыңызбен біз былай тапсырма орындаймыз. Бірінші көріп тұрғандарыңыздай A дегенде 1A деген. Бірінші суреттегі, яғни A-ді қара деген. Соған ол не істеп жатырғанын біз айтуымыз қажет. B-де былай тұр. Яғни бірдің A-інде, яғни бірдің А-сында қыз гүлдерді жинап жатыр, оны she's picking flowers деп жауап берген. Енді мысалға бірінші суреттің B нұсқасын таңдайық, яғни бала теледидар қарап жатыр. Бір B дейміз, және де he's watching a TV болады, яғни ол теледидар қарап жатыр. Келесі бірінші суреттің, яғни бірінші нұсқаның C суретінде қыз батпырақ ұшырып жатыр. She is flying a kite болады. Екінші нұсқаның A суретінде қыз балмұздақ жеп жатыр. Оны біз былай жазамыз. She is eating an ice cream. Ол балмұздақ жеп жатыр. Келесі B суретінде ducks, яғни үйректер суда жүзіп жүр. Ducks are swimming дейміз. Келесі C суретінде бала музыка тыңдап жатыр, ол музыка тыңдап жатыр дейтін болсақ, he's listening to music болады. Келесі үшінші нұсқаның A суретінде қыз бөлмесін тазалап жатыр, үйін тазалап жатыр. She's tidying a room болады. Келесі B суретінде үшінші нұсқаның иттер ұйықтап жатыр, dogs are sleeping болады. Келесі соңғы суретте C суретінде үшінші нұсқаның сүт ішіп жатыр, соңғы суретте бала сүт ішіп жатыр, оны біз he's drinking a milk болады. Яғни ол сүт ішіп жатыр деген сөйлем. Exercise number 17, read and underline. 17-ші жаттығу, оқы және астынсыз деген. Дұрыс нұсқаның астынсызымыз қажет. Біріншісінде Are you watching TV деген. Сен теледидар қарап жатырсың ба деген. Yes, we are деген дұрыс жауапты белгілеген. Яғни біз теледидар қарап жатырмыз деген. Бұл жерде he is болмайды, яғни he деген ер балаға айтылады. Ол теледидар қарап жатыр деген болады. Бұл жерде сен қарап жатырсың ба деп сұрап тұр. Сондықтан да бірінші нұсқасы дұрыс. Келесі екінші сөйлемге қарайық. Are they eating an ice cream? Олар балмұздақ жеп жатыр ма деген. No, I'm not деген. Жоқ, мен жеп жатқан жоқпын деген бірінші нұсқасында. Екінші нұсқасында no, they aren't. Жоқ, олар жеп жатқан жоқ. Бұл жерде олар деп сұрап тұрғандықтан, they деп тұрғандықтан, екінші нұсқасы дұрыс болады. No, they aren't. Үшінші, are we swimming? Біз жүзіп бара жатырмыз ба деген. Бірінші нұсқасында yes, they are. Екінші, yes, we are. Әрине бұл жерде yes, we are болады, яғни біз жүзіп жатырмыз, жүзіп бара жатырмыз деген жауап. Төртінші, are they picking flowers? Олар гүлдерді жинап жатыр ма деген. Yes,
they are болады бұл жерде. Yes, I am болмайды, яғни я мен деген. Бұл жерде олар жинап жатыр ма деген сұрақ болғандықтан yes, they are жауабы дұрыс. Соңғы 5-ші, are you sleeping? No, it isn't. No, we aren't. Бұл жерде no, we aren't жауабы дұрыс болады. Жоқ, біз ұйықтап жатқан жоқпыз деген. Сендер ұйықтап жатсыңдар ма деген, яғни are you sleeping деген. You деген жалпы бізде сен және сендер болып көпше түрде де болады. So the next exercise number 18, listen and choose. 18-ші жаттығу тыңда және таңда деген, яғни дұрыс нұсқаны таңдауымыз қажет. Ендеше оқушылар берілген аудионы тыңдайық және де дұрыс нұсқасын таңдап жазайық. 1. Lily, Daisy, what are you doing? Are you drinking milk? No, Nanny. We're eating an ice cream. 2. Where are Mom and Dad? They're in the bedroom. What are they doing? They're sleeping. 3. Where are Liam and Jake? They're in the living room. What are they doing? They're watching TV. 4. Look at Grandma and Grandpa. They're flying a kite. They're so funny. Келесі бізде 19-ші жаттығу exercise number 19, let's play. Кел ойнайық деген. Бұл оқушылар жазбаша тапсырма емес, сыныпта мұғаліммен, оқушылармен бірге орындайтын тапсырма. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай бала бір іс-әрекетті көрсетеді, оны екінші бала не істеп жатқанына сұрақ қою керек. Яғни are you sleeping деп тұр. Яғни сен ұйықтап жатырсың ба деп. Мысалға сіздер бір іс-әрекетті көрсетіп, солай өздеріңіз сыныпта сұрақ қойып орындасаңыздар болады. Бұл жерде ешқандай да жазбаша тапсырма берілмеген, сондықтан да комментарийда сұрап жазбаңыздар. Оқушылар сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше. See you next lesson. Goodbye, students.